Анашым, бізге ертегі айтып берші. Жарайды балалар, бүгін сендерге 7 лақ туралы ертегі айтып беремін. Арнаға тіркеліңдер балақайлар. Ертеде орманда кішкентай ғана әдемі үй болыпты. Сол үйде ешкі ана мен оның 7 лағы өмір сүріпті. Орманда қасқыр жүргенін білмей, доп қуалап ойнап жүреді сүйкімді лақтар. Балалар, үйге кіріңдер, орманда қасқыр жүр, деді ешкі ана. Балаларым, мен азық әкелуге барамын. Есікті ешкімге ашпаңдар, деп ескертеді. Лақтарым, шырақтарым, ашыңдар есікті деп айтамын, сол кезде ашасыңдар. Лақтар, хормен айтыңдар. Жарайды, анашым. Ал бұта ішінде бір қу қасқыр бәрін тыңдап тұрады. Ана ешкі кішкентай лақтарына азық алып келуге орманға кете барады. Лақтар терезеден қарап, қол бұлғайды. Тез келіңіз, анашым. Кенет есік қағылады. Лақтарым, ашыңдар. Бірақ лақтар сыбырлайды. Бұл анамыз емес. Анамыз есікті ешкімге ашпаңдар, деді. Қасқыр даусын өзгертіп қайта келеді. Бұл жолы жіңішке дауыспен сөйлейді. Лақтарым, шырақтарым, есікті ашыңдар. Бір аңқау лақ сеніп қалып, есікті ашады. Қасқыр зу етіп ішке кіреді. Лақтар қорқып кетіп, жан-жаққа қаша жүгіреді. Кішкентай лақтар қорыққаннан жан-жаққа тығылып, дыбыстарын шығармай отырды. Қасқыр үй ішінде іздеп жүріп, 6 лақты тауып қапқа салады. Анашым, қасқыр балаларды жеп қоймайды ма? Соңына дейін тыңдасаңдар білесіңдер. Қапты көтеріп алып, орманға қарай кетеді. Сәлден соң ешкі ана үйіне келеді. Үйіне кірсе, үй іші тып-тыныш екен. Шкафтан кішкентай лақ шығып, бәрін айтып береді. Анашым, қасқыр келіп бауырларымды алып кетті. Уайымдап. Ешкі ана ашуланып, қасқырды іздеуге жүгіреді. Қараса, қасқыр ағаш түбінде ұйықтап жатыр. Ешкі ақырын жақындап, балаларын құтқарып алады. Лақтар анасын құшақтап қуанады. Қасқыр ұйқысынан оянса, лақтардың қашып кеткенін көріп, ашуланып орманға кете барады. Содан бері ешкі мен 7 лақ әрдайым сақ болып өмір сүріпті. Ал сендер де балалар, үлкендердің сөзін тыңдаңдар. Ертегі ұнады ма балалар? Иә, өте ұнады. Олай болса арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңдер.